Баршаңызға сәлем, сіздермен жадыра. Бүгін сіздерге осындай дәмі өте керемет болып шығатын, жұмсақ әрі тез дайындалатын осындай кішкентай пирожнилар жасау жолымен бөлісетін боламын. Егер видео қызық болса, соңына дейін қараңыздар. Пирожнimizдің тестасын дайындау үшін 6 жұмыртқамызды осылай миксердің жай жылдамдығымен араластырып, үстіне бір шай кесе қантты осылай бірнеше бөліктерге сала отырып, әппақ көбік болғанша араластырамыз. Онан соң үстіне сұйық майымыз бен сүтімізді құйып тағы да миксермен жақсылап араластыратын боламыз. Мен барлық ингредиенттердің грамын, миллиграмын описанияға қалдырып кететін боламын. Енді тестамызға бір шай кесе ұнымызды осылай 3 бөлікке бөліп, салып, астынан үстіге қарай осылай лопатканың көмегімен араластырамыз. Достар, егер менің видеом ұнап жатқан болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Енді бір шай қасық қопсытқышпен ұнымыздың екінші бөлігін салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Және ұнымыздың үшінші бөлігін салып, үстіне краситель қосамыз. Краситель қоспасаңыздар да болады. Мен сәндік үшін осылай қызыл түсті бояудан қостым. Осылай астынан үстіге қарай жақсылап араластырып, алдын ала сұйық маймен майланған табамызға тестамызды саламыз. Және де алдын ала қызып тұрған пеште 130-150 градуста 20-25 минутқа қойып пісіріп аламыз. Мінекей пирог дайын, осындай қалыңдықта пісіп шықты. Енді оны дөңгелек бөлшектерге бөлу үшін осындай стаканды пайдаландым. Осылай үстінен басып, ақырындап, осылай бірнеше бөліктерге бөліп алатын боламын. Бастапқыда бөліп алынған пирожниді стаканнан шығара алмауыңыз мүмкін. Сол уақытта саусағыңыздың көмегімен стаканның ішіне қарай пирожниді кіргізсеңіз, алып шығу оңай болады. Мінекей бөлшектерге бөліп болдым. Енді осылай шетінен қалған пирожниларды ыдысқа салып, желді немесе күнді жерге қойып кептіріп аламын. Біз өйткені оны қолымызбен езгілеп пирожнimizға пайдаланатын боламыз. Енді әр пирожниді осылай ортасынан бөліп, крем жағуға дайындаймын. Біздің кремімізге 2 ғана ингредиент қажет. Оның біріншісі осы қойылтылған сүт, екіншісі қаймақ. Осылай екеуін жақсылап араластырып аламын. Егер сұйық болып кетсе, үстіне қаймақ, ал қою болып кетсе, үстіне қойылған сүтті құйып, тағы да араластырамын. Менде осы жолы сұйық болғандықтан, үстіне тағы да қаймақ қосып араластырдым. Егер сіз аяқ асты қонақ шақыратын болсаңыз, дәл осы пирог түрін жасауға кеңес беремін. Себебі пирогты дайындау өте оңай әрі тез, және де кремі тез сіңіп кетеді. Дайын болған соң бірден шайға ұсына берсеңіз болады. Енді мен артылған қоржықтарды осылай қолымның көмегімен езгілеп дайындап қоямын. Енді крем жағуға кірісеміз. Бұл үшін осылай әуелі ортасына жағып аламыз. Екеуін біріктіріп, шетіне айналдырып, тағы да жағып шығамыз. Онан соң дәл видеодағыдай етіп, біздің езіп дайындап қойған печеньеміздің үстіне аунатып аламыз. Одан кейін үстіңгі жағына кремді жағып, печеньемізді осылай қолымызбен сүйіп шығамыз. Мінекей біздің пирожный дайын. Көріп тұрғандарыңызда пирожный өте тез дайындалады. Дәмі өте керемет әрі жұмсақ болып шықты. Сіздерге де жасауға кеңес беремін. Егер видеом ұнаған болса, лайк басып пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.